Ол 17 күнгі болған оқиға жаңағы. Жаңа қызыма барып айтқан. Сосын 18 күн таңертең жаңағы киініп алып, жаңа көйлегім бар, 2 қалтасы бар, шалбарым бар. Мен әкімге барам дедім. Сен мына заттарымды шығарып тастадың. Мені алып бар деп едім. Апарасың бе? Бармайсың деді. Содан жаңағы үйге кір деді. Есіктің алдында тұрдық, есік табалдық. Үйге кірмеймін деді. Содан мен ұрып жықты да сол жерде. Нән жігіт қойын, 90 келді. Мен 60 келімін шағым. Ұрып жықты да мені артынан көтеріп жаңағы жерге, көтенімменен жаңағы жерге. 2 сағат сайын келіп жұдырығымен маңдайымнан ұрады дейді жаңағы, миымды айналдыру үшін. Көнбей отырдым дейді, содан бір кезде түнде туалетке бардым дейді. Ана апарып кет дейді, туалетке бардым деген. Сол кезде қайшыны ұрлап алдым дейді жаңағы, істігетін қайшыны. Әкеліп тығып қойып, сосын таңға жақын анау ұйықтады деген кезде терезені ашып, қолындағы скотчтарды шешіп, қайшымен аяғымы шешіп, терезеден одеялмен секіріп түстім. Таңғы 4:15-те ма 20-да ма қасындағы інісінің үйіне қашып келеді. Сейсем Асылхан деген інісі іргелес екеуі. Сол 4:30-да қалы маған соғып тұр, сол қашып келді деп. Сол енді барып айтты. Соның таңертең 7-те барып мен сөйлесіп, видеоға түсірдім, милицияға бардық. Милиция да жаңағы түсініктемелерін алды. Біздегі біресе миял қалып барамыз деді. Сол кезде ол ана Қанат деген баласымен келіні келесі бөлмеде отыр екен. Келінді көрген жоқ, мен туалетке апаратқанда жаңағы келін көріп тағамыз. Ал Қанат естанда отыр. Байлап қойған расыма шешіп, көріп қалып тағы байлайын деп байлатпадым енді айқайлап. Сағат 2-лерде күндізгі сағат 2-лерде күндізгі. Мен қашуға ойландым мен терезеден. Сөйтіп терезе аласа қойды, жаңа торды алып тастап, енді терезенің алдында отыр едім жаңағы. Шығып қашайын деп. Келіп қалды. Келіп қалды, тағы ұрып, тағы жатып тастады. Құлап кеттіңіз? Иә, ол анау терезеден арқаммен құлап түстім жерге. Содан енді Ештеңе берген жоқ, тамақ? Тамақ жоқ, ол тамақты айтпа, тамақ емес,